Барлықтарыңа сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін сендермен 7-ші сыныпқа арналған Students Book'тың 26-ші беттегі тапсырмаларын орындаймыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Бірінші тапсырма. Check the meaning of the words in the box and complete the table. You can use some words more than once. Then listen and check. Ұяшықтағы берілген сөздерді аударып, кестедегі сөздерге сәйкестендіріп толтыруымыз керек. Кейбір сөздерді бірнеше рет қолдануға да болады. Сосын тыңдалым арқылы тексеру керек делінген. Алдымен берілген сөздерді аударып алайық. Breakfast – таңғы ас, lunch – түскі ас, dinner – кешкі ас, out the rubbish – қоқыс, the car – көлік, the dog for a walk – итті серуендеуге шығару, the floor – еден, the ironing – үтіктеу, the shopping – сауда, the table – үстел, the vacuuming – шаң сорғыш, яғни шаң сорғышпен тазалау деп те айтсақ болады, the washing up – ыдыс жуу, your bed – төсек орның, your room – өзіңнің бөлмең. Енді кестедегі сөздерге сәйкес толтырайық. Біріншісі clear – сәйкес келетіні the table. Екіншісі make – оған сәйкес келетін сөздер your bed, breakfast, lunch, dinner. Do-ға сәйкес келетін сөздер the ironing, the shopping, the vacuuming, the washing up. Tidy сөзіне сәйкес келетіндері tidy, your room. Clean-ға сәйкес келетіні the car, the floor, your room. Take the dog for a walk және out the rubbish. Міне оқушылар, бірінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Енді келесі exercise 2. Work in pairs. Do the questionnaire and compare your scores. Do you agree? Бұл тапсырма жұптық жұмыс екен. Төменде берілген сауалнамаға өз ойларыңмен жауап берулерің керек. Соңында қанша балл жинадың және сен онымен келісесің бе, келіспейсің бе айтуың керек. Міне осы сауалнамаға бірге жауап берейік. Сауалнаманың тақырыбы Are you helpful around the house? Do you help at home? Or do your parents do everything? Answer the questions. Сен үйіңде көмектесесің бе, әлде барлығын ата-анаң істейді ме? Сол сұрақтарға жауап бер деп тұр. Біріншісі, How often do you make your bed? Сен қаншалықты жиі төсегіңді жинайсың? A. I always make it in the morning. Мен әрдайым таңертең жинаймын. B. I usually make it, but not always in the morning. Мен әдетте жинаймын, бірақ таңертең емес. C. I never make my bed. Мен ешқашан төсегімді жинамаймын. Мен А вариантын таңдаймын. Бұл жерде сендер қай вариантты таңдасаңдар да өздерін білесіңдер. Ұнаған вариантты таңдайсыңдар. Екіншісі, How often do you tidy your room? Сен қаншалықты жиі бөлмеңді тазалайсың? A. I always tidy it at the weekend. Мен әрдайым демалыс күндері тазалаймын. B. I don't often tidy it. Мен жиі тазаламаймын. C. I never tidy it. Mom and dad tidy for me. Мен ешқашан тазаламаймын. Әкем мен анам мен үшін тазалап қояды. Мен A вариантын таңдаймын. Үшіншісі. Who does the shopping in your family? Сенің отбасыңда кім сауда жасайды? A. I often do it with my parents. Мен жиі ата-анаммен бірге барамын. Яғни сауда жасауға мен жиі ата-анаммен барамын деп тұр. B.
I occasionally do it, but I don't enjoy it. Мен анда-санда барамын, бірақ мен одан рахаттанбаймын. C. I never do the shopping. My parents do it. Мен ешқашан саудаға жасауға бармаймын. Менің ата-анам жасайды. Мен A вариантын таңдаймын. Төртіншісі. Do you ever make lunch or dinner at home? Сен үйіңде түскі ас немесе кешкі ас дайындайсың ба? A. I often make lunch or dinner for my family. Мен жиі түскі ас немесе кешкі асты отбасыма дайындаймын. B. I sometimes make lunch when I am at home alone. Мен кейде түскі ас жасаймын, үйде жалғыз қалғанда. C. I never make lunch or dinner. I can't cook. Мен ешқашан түскі ас немесе кешкі ас жасамаймын. Мен пісіру қолымнан келмейді. Мен A вариантын таңдаймын. Себебі мен түскі ас немесе кешкі асты отбасыма дайындап беремін. What do you do after dinner? Сен кешкі астан соң не істейсің? A. I always clear the table, do the washing up and take out the rubbish. Мен әрдайым үстелді тазалаймын және ыдыстарды жуамын және қоқысты сыртқа шығарамын. B. I usually clear the table and I sometimes do the washing up. Мен әдеттегідей үстелді тазалаймын және мен кейде ыдысты жуамын. C. I watch TV. Мен теледидар көремін. Мен A вариантын таңдаймын. Алтыншысы. Do you help with the cleaning at home? Сен үй тазалауға көмектесесің бе? A. I often clean the floor and do the vacuuming. Мен жиі еден тазалаймын және шаң сорғышпен тазалаймын. B. I occasionally do the vacuuming, but I hardly ever clean the floor. Мен анда-санда шаң сорғышпен тазалаймын, бірақ маған әрқашан еденді тазалау маған қиынға соғады. C. I never clean anything. Мен ешқашан ештеңе тазаламаймын. My parents do it all. Менің ата-анам бәрін істеп қояды. Мен B вариантын таңдаймын. Сұрақтардың барлығына жауап бердік. Енді тексерейік. Егер сендер A вариантын көбірек белгілеген болсаңдар, mostly A, your parents must be very happy because you are very helpful. Сенің ата-анаң өте бақытты болу керек, өйткені сен оларға көп пайдаңды тигізесің. Mostly B. B вариантын көп таңдаған болсаңдар, you sometimes help at home, but you don't really enjoy it. Try to help a bit more. Сен кей кезде үйге көмектесесің, бірақ сен одан рахаттанбайсың. Тағы көбірек көмек беруге тырыс. Mostly C. Егер көбірек C вариантын таңдаған болсаңдар, you aren't helpful at all. You think you live in a hotel. Сен барлығына көмектеспейсің. Сен өзіңді қонақ үйде тұрып жатырмын деп ойлайсың. Ал оқушылар, екінші тапсырманың жауаптары осылай. Енді келесі үшінші тапсырма. Listen to Jack and Megan. Choose the correct answer. Бұл тапсырмада тыңдалым болады. Jack пен Megan туралы тыңдап болған соң бір сұрақ қойылып тұр сендерге. Jack and Megan. А. Jack пен Megan кімдер? Бір-біріне кім болады? Дұрыс жауабы B. Friends. Бір-біріне дос болады. Төртінші тапсырма. Listen again and choose the correct answers. Жаңағы тыңдалымды қайта тыңдап, мына 6 сұраққа жауап берулерің керек. Біріншісі. Jack is reading a. Jack оқып отыр. Дұрыс жауабы B. Magazine. Журнал оқып отыр. Екіншісі. Megan makes her bed. Megan төсегін жинайды. Дұрыс жауабы C. Never. Ешқашан. Megan төсегін ешқашан жинамайды. Үшіншісі. Always does the food shopping.
әрдайым азық-түлік сауда жасайды. Дұрыс жауабы C. Megan's dad always does the food shopping. Меганның әкесі әрдайым азық-түлік саудасын жасайды. Төртіншісі, enjoys cooking. Тамақ жасағаннан рахат алады. Дұрыс жауабы A. Jack enjoys cooking. Бесіншісі, Megan doing the washing up. Дұрыс жауабы B. Doesn't mean. Megan doesn't mean doing the washing up. Megan ыдыс жууға қарсы емес. Алтыншысы, Megan's answer are mostly. Меганның жауаптарының көбісі. Дұрыс жауабы C. Меганның дұрыс жауабының көбісі C. Exercise 5. Work in pairs. Take turns to mime housework activities in exercise 1. Guess what your partner is doing. Бесінші тапсырмада жұптық жұмыс берілген. Бірінші жаттығудағы іс-әрекеттерді мимикалық қимылдармен қасыңдағы жұбыңа көрсетуің керек. Ал қасыңдағы жұбың сенің не істеп тұрғаныңды табуы керек. Бұл тапсырма кішігірім ойын секілді етіп берілген. Осымен құрметті оқушылар, 26 беттегі барлық тапсырмалардың жауаптарын көрсетіп шықтым. Түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кет. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.